Алтын сақа ертегісі. Ертеде бір бай болыпты. Өмір бойы перзентке зар болып жүрген ол ақыры Алланың берген бір ұлды болып қуанған екен. Бір күні бай жылқыларын суаруға өзенге барса, көл ішінде қып-қызыл өкпе қалқып жүреді. Жылқылар үркіп суға жоламайды. Бай құрығымен түрткенде әлгі өкпе суға батып кетіп, кенет жалмауыз кемпір болып шыға келеді. Байды жағасынан ұстап алады. Бай алтын, мал, не сұрасаң да берейін дейді. Бірақ кемпір тек бір шарт қояды. Жалғыз ұлыңды әкел, дейді. Амалы құрыған бай келіседі. Көшкен күні баласының алтын сақасын жұртта қалдырып келеді. Бала сақасын іздеп жылап әкесінен сұрайды. Әкесі жұртта қалған шығар, барып тауып ал дейді. Бала іздеп жолға шығады. Жылқышының айтуымен бір қотыр тайды ұстап мінгенде, тай көз алдына тұлпарға айналып, баланы жұртқа жеткізеді. Жұртта сақаның жанында кемпір отыр екен. Алтын сақамды алып бересіз бе дегенде кемпір айтады. Отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Бала сақасын алып қашады, кемпір артынан қуады. Тұлпарды атқан тістерімен кемпір оның екі аяқтарын жұлып тастайды. Амалы таусылған бала тұлпардан секіріп түсіп, үлкен бәйтерекке шығып кетеді. Кемпір бәйтеректің түбін қаза бастайды. Бірінші қызыл түлкі, сосын ақ түлкі келіп алдап, кемпірдің кетпенін суға лақтырып кетеді. Бірақ кемпір қайта-қайта тісін жұлып алып қаза береді. Бала жан ұшырып көкке қарап: «Үйректер, еліме хабар жеткізіңдер», дейді. Қарғалар, үйіме хабар жеткізіңдер, дейді. Ешқайсысы көмектеспейді. Тек балаға дос болған қарлығаш қана өтінішін қабыл алып, даладағы 5 төбетке хабар жеткізеді. Төбеттер ағын судай ақырып, бәйтерекке жеткенде ағаш та құлап түседі. Құлаған сәтте 5 төбет кемпірді талап, баланы аман алып қалады. Бала еліне оралып, үлкен қуанышпен той жасайды. Бірақ бұл аяқталмаған екен. Кейін жалмауыз кемпірдің қызы ізіне түсіп келеді. Сол кезде бала садағын алып, қызды атып, оны толық жеңеді. Сөйтіп бала жалмауыздың бүкіл пәлесінен мәңгілікке құтылады. Ел жұртымен бейбіт өмір сүріп, бақытқа кенеледі.